Қарасам тұрайын. Так, сағат қанша болды екен? Сағат 8:30 болыпты. Так, бүгін менде демалыс. Айтпақшы камерамды алайын. Сәлем достар! Сіздермен болған Тока Айкыз, және де бүгін менде влог болады. Влог дегенде менің таңым қалай өтетінін көрсететін боламын. Мен көзім, яғни біртүрлі болып тұр, мән бермеңіздер, ісіп кетті асты. Потому что мен әлі ұйқым келіп тұр. Просто бүгін кішкене жұмыстар бар. Бүгін уход жасап, мен таңым деген бір влог түсіргім келді. Сол үшін ерте тұрдым. А также мен дейтін ұйықтай берем. Білмеймін неге екенін. Ұйқыдан бірінші орын аламын. Менімен жарыссаңыздар, ұйықтап. Мен бірінші орын аламын, достар. Мен сондаймын, енді маған мән бермеңіздер. И мен қазір халатымды киіп, уход жасайын, бетіме сол кезде бетім дейтін влажающий, прям күшті болып тұрады, жарқырап. Шашым енді осылай тұра береді, норм. Мен қазір өйткені бетіме маска жауған кезде өзі-ақ нет кетеді. Осы жаққа камераны қоя салайын. И мен бүгін қоңыр масканы жаққым келіп тұр, себебі ең алдымен жақпай тұрып біз уход жасап аламыз, себебі бетіміз ненормально болып қалады ғой жаңағышы. И потом менің айтпақшы бір итім бар. Енді ол ит мен влогтарда болатын болады. Оның аты Брейзли. Ол да мен сияқты маубас, но бірақ ол менен жай тұрады. Мен қайта одан ерте тұрам. Әрине ол бірінші орын алып келеді. Енді білесіздер ғой ит пен мысықтарды. Так, шашымды кішкене тарап алайын. Енді бірінші шаштан бастайық, себебі шаш самый главный ғой. Енді айтпесе баттасып қалады деген сияқты ғой. Вот, мен шашын тарадым. Менде айтпақшыдай, менде андай көп косметика жоқ, но мен жақында алғым келіп жүр. Андай Dyson сондай косметикалар бар ғой, соны алғым келіп жүр. Прям күшті ғой. Кәдімгідей маған ұнайды әйтеуір. Кейде мен жеп қоямын деп қызыңдаймын, но жемеймін, но норм. Так, мен роза масканы жақпаймын. Мен ең алдымен бетіме уход жасап аламын. Міне осындай нетем, кремді жағам бетіме ең алдымен. Бұны сосын кішкене кептіріп ұстау керек. Ал оғанға дейін біз барып таңғы асымызды дайындайық. Себебі таңғы ас әлі дайын емес, сол үшін таңғы асымызды барып дайындайық. Ал міне достар, мен кухняға келдім. Менде осындайлар ғана бар, енді прям айта алмаймын, күшті заттар бар деп. Ну, бірақ норм. Міне осыншалықты тамақ бар, әрине. Мен кеше ғана продукта келдім, себебі бітіп қалды. Мен как обычно шығарақпын, и потом мен тез бітіріп тастайтыным бар, достар. Мән бермеңіздер, мен сондаймын, әрине. Еще достар, мен дейтін өзім жайлы факт айтып кетейін. Мен мысықтардан қорқамын. Но қорққанда енді типа көшеде жүрген мысықтардан, жабай мысықтардан қорқам, әрине, тырнайтын, бірақ а также қатты жақсы көремін андай жуас мысықтарды ше. Сол. Так, достар, мен және де бір тамақ жасайтын болдым. Бір норм тамақ жасайтын болдым. Яғни мен қазір бір рецепт білем, соны жасайтын болам. Сосын дайын болғаннан кейін сіздерге көрсетемін. Так, примерно осы капустамен және де ет алу керек. И потом осы капустаны алу керек. Тойна капуста бар ғой, тіреліп қалған ба? Бәсе. Так, и холодильник жаба салайын, себебі қатып қалады заттардың бәрі. И так, ойбай, не орындыққа қойылып кетті. Жарайды, қойып тұра берсінші. Ең бастысы жалып қалмаса болды, андай приправа сондайлар бар ғой, тауықтың. И мұны қабаттен менде пышақ жоқ десем, аяқта тұр екен ғой. Өләмен, бірақ бойым жетпейді ғой бұған. Так, орындықтан аяққа қарай жылжытып алайын. Міне енді осыған шығып алатын боламын. Ой,
Алдым ғой әрі іздегенде. Так, мынаны орын жетпегендіктен орындыққа қоя саламыз. И осындай бізде не шықты, яғни білмеймін мен атын. Әйтеуір жасап жатырмын рецепттен қарап. Чиганский дей ма, сондай бір нәрсе жасап жатырмын. Короче. И мына етті біз үстіне нетуіміз керек, турап қазір. Не туралынды. И қазір үстіне жаққанда қандай шығады екен, мен өзім білмеймін. Даже потом соны пісіру керек. Әйтпесе пісірмей қалай жейсің, достар. И менде нан болған. Нан бар екен, ар жағында тұр жұмыртқаның. И сол жұмыртқамен, нанмен жеп аламын. Міне осындай шықты, әйтеуір күлкілі. Білмеймін мен дұрыс жасамадым ба, жасадым ба. Әйтеуір шықты. И осыны қазір пісіретін боламын. Ойбай, қолымнан құлап қалды ғой. Так, қазір жағамыз. И бізде холодильникте осындай жұмыртқа бар екен. Жұмыртқаны мен пісірем ба деп ойлап тұрған жайым бар, достар. Негізінде жұмыртқамен тағы бір тамақ жасауға болатын, бірақ мен оған еріндім, сол үшін осындай жеңіл тамақ жасадым. Ойбай, уже пісіп кетіпті ғой, достар, сіздерге советовать етемін. Осын жасап тұрыңыздар, себебі бұл тез жасалады және таңғы асқа өте ыңғайлы. Міне осындай болып шықты. Енді мен қазір нанды алайын десем, жұмыртқа бар ғой, кәдімгідей қатып қапты орнында. Достар, және де менде осындай таңғы ас болатын болды енді. Білмеймін неге екенін. Бірақ достар, бүгін менде уборочный день еді, бірақ мен қазір видео түсіріп жатырмын. Видео түсіріп болғаннан кейін міндетті түрде жинаймын. Вот. Достар, міне мен жасап болдым деген сияқты ше, қызындай. Так, мынаны алайық. Не болып кеткен, құрсын. Енді менде сондай болып кетеді, анда-санда бір мән бермеңіздер. Вот, осы жерге қоямыз. И потом біз нанымыз турайық. Осы пышақтағымызда нанымыз тураймыз. Вот, бізде осындай болып шықты. И осының үстіне бірдеме жағайық, достар. Әйтпесе болмай қалады. Тағы да болмай қалады, достар. Так, мне кажется, помидор неткім келіп жатыр, потому что помидор прям дәмді, күшті. Вот, осындай шықты. Бірақ мен түзу нете алмадым, бірақ норм. Енді шай қойып ішеміз. Так, достар, менде шай жоқ, сол үшін. То есть мен андай алған жоқпын, шайнаваркамен. Короче, алған жоқпын сондай шай қоятын нәрсені, бірақ мен атын білмеймін. Вот, короче. И мен қазір осындай неден, осыдан қазір білмеймін жасайтын сияқтымын. Арбузды ғана нете салайын. Арбуздың сол прям маған ұнайды. Мен бұрында кішкентай кезімде арбуз әкеледі ғой мамаларым. Сол кезде мен дейтін алатынында арбузды соғын құйып, бір ыдысқа, потом холодильникке салып, морозильник холодильникке салып, андай бір кружкамен бетін жауып қоятын. Потом ол дейтін қатып қалатын, потом мен оны жеп отыратын, типа мороженое сияқты. И міне арбузымыз кеше алып келгем, как раз бүгін енді жасайтын уақыты келді. Міне осылай жасалынып жатыр. Қазір мен құйып ішем. Вот. Сіздерде ішіңіздер, таңғы асқа бұл өте пайдалы. Негізі мен кішкентай кезімде каждый раз арбуз әкелген кезде мамаларым, сол кезде мен дейтін ішіп тұратынмын. Так, мына жерге қоя салайық. И міне осындай менде таңғы ас болды. Прям күшті деп айта алмаймын, но бірақ норм. Қазір мен жейтін боламын. Ең бірінші осыдан бастайын. Так. Ой, мынау неме кете береді, осылай лагать ете береді, жынды ауыртып, нервті ауыртып. И осынан жейміз. Бұл деген прям дәмді, бірақ тамағым кішкене күйіп кетпегені болмаса, ол да дәмді болды, прям күшті болды. Мен білмеймін неге осылай күйдіріп жасайтынымды, түсінбеймін даже. Так, ыдыс-аяқтарды жуу керек еще. Мен ыдыс-аяқ жуу вообще нелюбимый ісім, достар. Мен ыдыс-аяқ жуудан мүлдем жоқпын. Жеп көрем ыдыс-аяқ жуғанды. Как всегда, осы
үйдің тірлігінен кейін осы тамақ жеп болғаннан кейін ыдыс аяқ қалады, нервті ауыртып. Осыған не посудомойка алайын десең, ақшаң жетпей қалады бар ғой. Сол өзің қолмен жуасың потом. Нервті ұстатып ше. Вот міне менде осындай ыдыс аяқтар қалды. Мен қазір жуып тастаймын, потом сіздерге оралам. Короче, мен ыдыс аяқ жуып тастадым, конечно. Екі-ақ ыдыс болғаннан кейін табақ жуу қиын болды, себебі ана жақта анау қалдықтар қатып қалады ғой, күйгеннен кейінше соларды жуу қиын болды. Также ана нені кружканы шая салдым просто. И вот менде қатып қапты, жаңа бетімдегі жақтым ғой. Қапты менде, короче. И мен қазір осындай блеск жағам бетіме, потому что ол андай уход жасайды, кәдімгідей жеңілдетеді, бетіңді босататын ол крем почти ол. И потом мен осындай пенка жағатын боламын бетке. Бұл сабын почти прям айта алмаймын, бірақ ол әжімдерді кетіреді. Сіздерге советовать етемін осыны. Әжімдерді кетіреді, беттегі бәрін кетіреді, әрине. Және де маған ұнайды уже, мен где-то 1-2 жыл ұстап келе жатырмын осыны. Сіздерде қолдансаңыздар болады. Мен қазір прогулкаға шығам, сол үшін боянып аламын. Так, с камерам басы шешіліп кетті. Ойбай, кірмашынаға салынып кетті, достар. Достар, жаңа сәл болмағанда менің камерам жуылып кетуші еді. Блин, әрез алдым ғой, нервім ұстап. И так ыдыс аяқ жуар кезде нервім ұстап, әрез жуып едім, кетіре алмай. Енді нау кірмашынаның ішіне ала алмай жуып кете жаздады ғой вообще. Достарде осындай жағдай болып тұра ма? Достар, қазір Брезли тұрады, шынымды айтайын. Мен қазір боянып, шашым тарап алғаннан Брезли тұрады. И мен қазір вот осындай масканы жағам. Розовый жағатын болып қалдым. Білмей, розовый маған, розовый түс прям ұнайды. Сіздерге де ұнайтын шығар, я? Жаза кетіңіздер комментарияға. И мен осыны осы жаққа қоя салам пока что. Потом қайттан апарып тастаймын ғой, өз комнатама ше. И біз қазір телефон қарай тұрамыз, либо планшет қарай тұрамыз. Себебі бетіміздегі маска кішкене бізге сіңіруіміз керек, я? Сіңдіруіміз керек, короче. И менде ютубта қанша подписчик бар екен, көретін боламын. Мәссаған, достар, 577 подписчик бар екен. Өте көп рахмет сіздерге. Ары қарай біз 600-ге жетеміз бұйырса. Және де 600-ге жеткен кезде мен қатты қуанатын боламын. Потом менің негізі басты арманым ол 1000-ға жету. 1000-ға менде әлі көп подписчик бар, көп подписчик керек, плюс подписчиктар керек. Әрине сол. И мен қазір, достар, Брезлиді оятайын ба деп тұрған жайым бар. Оны бүйтіп түртіп қалсаң, ол кәдімгідей шошып оянып кетеді. Сол үшін мен Брезлиді оятатын боламын. Достар, ол мені как всегда келіп оятады. Білмеймін не екенін. Как всегда оятады да жүреді. Мен де оны оятамын, достар. Мен неге оятпаймын оны? Қасыма келеді да ол мен түндеші. Сосын қасымда үріп, анау-мынау істеп ұйқы бермей маған жатады. Ал енді мен бұны ерте оятайын. Қалай екенін көрсетеміз қазір Брезлиға. Так, достар, мен аны қоя салайын, мешать етіп жатыр. И Брезли. Мынау тұрған жоқ қой. Ту, жайма сенкі. Оятайын дүйем бір. Мен как всегда қалай оятып аласың сен вообще? Ренжіп қалдым, саған тамақ бермеймін болды. 2000 years later. Жаным менің. Міне тамағын жей ғой. Тамағын жейді өзі қазір, я? Міне ашып берем. Міне. Міне. Кешір маған. Тамағын жемей тұра тұрып. Мен кешір, я? Жаным сол. Жан, давай тамағын жеп ал. Мен барып киімді ауыстырайын. Достар, және де мен киімді ауыстыратын уақыт келді. Бетімдегі масканы алып тастайтын уақыт келді. Вау, достар, бетім кәдімгідей әдемі болып қалды, тістіктерім кетіп, өзіме кәдімгідей білініп тұр. Бүйтіп ұстасаң кәдімгідей білініп тұр. И мен қазір боянып, Брезлиді апарамын паркқа.
И потом дейтін үйге кіріп, енді влогымды аяқтаймын. Енді влог дегенде бұл мен таңым деген не ғой. Ну, почти осылай өтеді. Мен каждый таңым кейде подружкам келеді, яғни Нади келеді. Екеуміз шай ішіп, сондай әңгімелесеміз. И солай, солай уақытымыз өтеді әрине. Вот. И мен камераны көп ұстай беремін, деп па. Так, мен киімді ауыстырып алайын енді. Менде осындай көп киімдер бар, но мен бірақ бүгін әрине андай бос киім кигім келіп тұр. Оверсайз, сондай. Оверсайзды мен қатты жақсы көрем. Оверсайз десем мен бар өлем ғой құрсын, достар. Прям жақсы көрем. И менде достар айтпақшы, менде осындай крем бар, қолға жағатын. Қазір міне. На компьютерда бір мешать ете береді, осы бар ғой, кетші ары қарай. И міне осындай крем бар, мен осыны қолға жаққанды прям жақсы көремін. Сіздерде бар ма осындай крем, комментария жаза кетіңіздер, жалпы. И міне осындай киімді киетін боламын. Так, халатымды енді орнына апара салу керек, потому что ертең таппай жүрем, басым айналып. Және де бояну процесіне көшейік, себебі уже уақыт болып қалды боянатындай. И біз қазір мен ең бірінші алдымен осындай пудрадан бастаймын. Ну, прям қатты ұнайды пудра. Ну, мен қолмен жағамын, сол үшін камераны осы жаққа қоя салайын. Қолмен деген кезде осындайлармен жағам. Міне. Вот. Мен прям жақсы көрмеймін боянғанды, сол үшін мен кішкене ғана боянамын. Және де мен андаймын ғой, косметикадан, яғни бетіме андай прыщиктер көп шығып кетеді, сол үшін менде өзімнің арнайы косметикаларым бар. Сатып алған, бетке зиян емес, сондай косметикаларды алғам. И потом мен всегда уход жасамасам, бетім андай қызарып, уже кәдімгідей үйретіп тастағаннан кейін уход жасап, кәдімгідей бетім қызарып, жаман болып кетеді, сол үшін уход жасап тұрамын бетке. Бет салбырап, әжім түсіп, нет кеткеннен кейін бетке уход жасап тұру керек, достар. И және де осындай тен жағатын болам көзінің үстіне. Достар, және де мен бояндым. Мен ұзақ боянбаймын, андай көп боянбаймын. Мән бермеңіздер, мен сондаймын, И мен қазір прогулкаға шығамын. Брейзли уже тамағын жеп ойнап жүрген шығар, көріп келейін. Ой, жаным, сол мені, уж тамағын ішіп жүрсің ғой, молодец, жарайсың. Бүгін достар тамағым бірінші рет тауысты ғой, бұл дейтін аппетиті ашылып, мен бұны дәрігерге апарып жүрмін, себебі бұның анализдерін тапсырып, сондай, болып жүрміз, бір жері ауырып жүрма. Сол мен уайымдап апарып жүрмін больницаға. Сол енді бір жағында бір қатерлі ісік бар ма, сондайға операция жасау мен, мен ары-бері больницаға барып жүрмін, бірақ бүгін баратын күн емес. Сол үшін мен влог түсіріп жатырмын әрине. Достар, мен негізі мына киіммен барғым келмей қалды ма, сондай болып қалдым, әйтеуір менде сондай болып қалады, аяқ асты. Бір затым жүрем, сосын кішкене кір болып қалса, қараңыздар, дақ қалды киімімде, футболкамда ше. Кішкене дақ қалса, мен нервым ұстап, киімімді сразу ауыстырып, кір машинаға салып жіберемін онан ше. Кеттім, кір машинаға осылай сала саламыз, потом жаба саламыз. Ну, бірақ бұны мен келгенше уже жуылып бітеді, потому что бұл 1 сағат па, сондай нетеді. И міне камерамды алайын. Брейзли, сен осы жақта күте тұр. Так, мен дейтін достар, міне осыны аламын, и потом осыны аламын. Но мен телефонды прям чұқыламаймын, планшет қана чұқылаймын. Өйткені мен телефонды андай ютубтың курсы, сондайларға ғана керек қылам, а также маған ол телефон прям керек емес, қажеті жоқ. Ну, ала салайын. Курс бүгін болу керек. Сол курсқа қатысамын, достар, ютубтағы. И, міне, осылай жаба саламыз. И потом қазір шығамыз. Брейзли, солар екеуміз ғана шығамыз. Как обычно. И потом қазір Нази болатын жар паркта, наверное. Сол Назидің де күші бар болған, или білмеймін, ол көп бармаймын, көп білмеймін деген сияқты ғой. Және де, вот. И қазір паркқа барамыз. Иттердің, кәдімгі мысықтардың арнайы парктар болады ғой. Осы соған барамыз.
жаяу барамыз, кәдімгідей таксимен барады деп ойлап қалмаңыздар, ол бізге жақын тұрады, тиіп тұрады, прям тиіп тұрмайды, но где-то 3-2 километр ма, сондай арасы. О, сәлем Айзере, сәлем Нази, достар, және де міне Нази. Сен влог түсіріп жүрсің ба? Иә, мен влог түсіріп жүрмін. Мынау сенің итің ба? Иә, итім ғой, аты Брезли болады, қыдыртуға шыққан ғой. Ал менде әзірше ит жоқ. Ну, ит или мысық алғым келіп жүр әрине. Мен осындай суған алып шықтым. Просто осы жақта қыдырап жүргем ғой. Кішкене демалып, влог ертең шығаратын шығармын, но білесің ғой, екеуміз сериалдан коллаб түсіретінімізді. Иә, айтпақшы достар, біз сериалдан коллаб түсіреміз. Назиға тіркеле кетіңіздер, міне каналын скрин етіп қоятын боламын. Тіркеле кетіңіздер, осы Назиге коллаб түсіреміз жақында, бірақ ол сериалдың атын айта алмаймын. Бүгін егіздердің бірінші бөлімі шығады, айтпақшы Назиде. Иә, достар, менде бірінші бөлім шығады егіздердің. Лайк басып кетіңіздер, және тіркелуді ұмытпаңыздар сол маған. Иә, достар, екеуміз біраз нәрсемен ақылдасып отырайық кішкене. Пока что ит ойнай тұрады. Мысықтарға тиіспей ма сенің итің? Жоқ, тиіспейтін, норм бірақ. Жүрші, екеуміз мороженое алып алайық. Жарайды, сөйтейікші. Әйтпесе менің ыстықтап кеттім кәдімгідей. Судың өзінен де, негізі мен суды салқын қылып алып шыққам, бірақ сонда да бүгін күн деген жаман ыстық болып тұршы. Иә, сол ыстық болып тұр. Такс. Сәлеметсіздер ме, қош келдіңіздер. Және де бүгін менде мороженныйда скидка болып жатыр. Мен 500-ге сататын болдым, енді 300-ге түсіріп тастадым бағасын. О, жақсы болған. Бізге осы 2 мороженое бере салыңызшы. Жарайды, қазір берем. Осы сенің итің Брезли осындай мороженалар жей ма? Қумаш, Нази жемейді ғой ондай мороженаларды. Ол мороженыйдан кәдімгі жеркенеді. Бұрында үстіне төгіп алғам, мен содан кейін мороженыйдан наоборот қорқады. Ол кәдімгідей жаласа, уж тілі ауырып кете ма, сондай болып кетеді. Мәссаған. Екеуміз сөйлесіп отырдық. И потом мен үйге қаратай қайтайын дедім. Және де құрбым екеуміз қоштастық. Давай, пока. Пока. Пока-пока. Пока. Және де мен влогым аяқталды. Себебі мен қазір ұйқым келіп тұр. Всем пока. Енді осындай влог шықсын дегенде, енді бұл менің бір күнім. Как всегда осылай өтеді. Обычный ғой, кәдімгі. И мен қазір ұйықтап алайын деп тұрмын, себебі қатты шаршап қалдым. Кәдімгідей көп жүріп қалсам, енді мен сондайым бар, шаршап қаламын. Всем пока-пока. I love you. Тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар, достар. Активті көтеріп жүрейік. Мен сіздер үшін түсіріп жүрмін.